Достар, сіздермен бірге мен Аяна, және де бүгін біз ойнайтынымыз Roblox, яғни Roblox'тың ішіндегі Adopt Me ойынын. Біз кіреміз. Айтпақшы, достар, сіздерге де осы ойыны ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Міне біз кіріп жатырмыз. Біріншіде осылай кіреді. Және достарым, менде ақшам почти 1000, и мен новый үй сатып алғым келеді. Соған ақша бүгін жинаймыз. Мен жақсы көретін питомецім осындай. Менде осынша питомецім бар. Және де кеттік. Менің питомецім тамақ бер дейді. Тамақ беру үшін оған осы үстіне басамыз, және де осы feed деген сөзді басамыз. Сосын ол өзі жейді. Су ішетін кезде де дәл солай береміз. Бізге сосын 6 бакс береді. Букс или. Мені кеттік. Біз далаға кеттік. Ой, менде 1253 теңгем бар екен. Ал біз кеттік. Ой, жүр. Бұны еще көтеріп алуға болады. Міне, осыны басамыз. Back up дегенді басамыз. Сосын барып осылай көтеруге болады. Мен көтеріп алғанды жақсы көрем. Мені мектепке апар дейді. Қазір апарамыз. Достар, даусыма мән бермеңіздер, просто сәл ауырып қалдым. Осылай жүресіздер. Және жүресіздер. Вау, мынандай драконға қараңыздар. Өте әдемі. Үстіне отырып алуға болады. Бірақ та бұндай үстіне отырғызу үшін оған ақша керек. Значит, робоксы керек оған. Міне, су ішем дейді. Бияқта еще табақ ішетін, су ішетін нәрсе бар. Осын басастыр. И осын басастыр. Міне, жажда школа деген бітіп кетеді. Сосын сіздерге бакс береді. Су бергеніңіздер үшін, мектепке апарған үшін. И тамақ жейін дейді. Міне, жегіземіз осылай. Дәл солай. Міне, қазір бізге бағана 6 бакс берді, тағы да 6 бакс берді. Қазір қолымызға ұстап аламыз. Күтеміз енді. Менде почти біт қалды. Қазір күтеміз сәл. Бітті. Маған 12 бакс берді. И менде уже 1277 теңгем бар. Ал мен мечта үйім, ол 1800 теңге меді. 1800 теңге. Жүреміз. Енді күтеміз, не сұрайды екен. Пока что кеттік, ойнатайық. Бияқта ойнайтын нәрсе бар. Ойнатқызуға болады. Осылай жүресіздер. И бияқта мынандай бір қол тұрғы, соны басасыздар. И ол осын ішінен шығып кіреді. И сіздерге осындай реакция береді. И осыған естіп отырғызып. Айналдыруды білмеймін мен. О, айналды. Айналдырамыз. Өте жай айналады. Сол үшін тұрайық. Кеттік. Қолымызға ұстап алайық. Және бияққа осы қолды қайтадан басамыз. Және ол үстіп жүреді. Ой, маған бакс келді, 20 бакс. Ойнатып жүргенім үшін осылай. Мені реакциясын беріп жатыр. Тамақ жейм дейді. Кеттік, тамақ жейтін шетке барайық. Достар, там көтеріп алайық. Вот. Осылай жүресіздер.
Ой, самолет. Ой, вертолет. Кешіріңіздер достар, просто мен сөздермен адасып кете беремін көп. Есе, міне осы жаққа тамақ жейтінді басамыз. И осы жақта отырып күтеміз. Жеп болғанша. Менің мысығым жеп болды, кәні көтеріп алайық. Кеттік. Сіздің петтарыңыз біріншіде сізде осындай бір яйчко береді, анандай умный басында шляпа. Қайтадан жегісі келіп жатыр. Міне, күтеміз. Осы жақта еще ұйықтатуға болады. Ұйықтату үшін мені қазір мысықты қолымызға ұстап алайық. Осы қайтадан любой бір қолды басамыз. Мен розовый кроваттағы қолды бастым. И осы қайтадан осы сөзді басамыз. Вот, осылай жатады. Ұйқысы келсе. Кеттік. Және достар, мен бос уақытым болып тұрған кезде мына тромпетті басасыздар, сосын сіздің қолыңыздан сол пет түседі. Мені киімді ауыстыру үшін достар, мені қара сызықты көресіздер ғой, осын басасыздар, сосын барып внешность деген суретке басасыздар. Мені осылай кіреді сіздерде. Осылай бетті таңдап алуға болады. Сізде көп бет тұру үшін сіз осы екінші сөзді басасыздар. Міне осындай көп әдемі беттер шығады. Және крылья ол ақшадан. Мен ақшадан сатып алмаймын, өйткені маған бұндай крыльялар ұнамайды. И осы жақта да бір анимациялар сондай бар. И оларды да мен сатып алғым келмейді. Өйткені маған ұнамайды. Қазір осы киімге кіреміз. Киімде бізде өте көп кофта шығады. Ең соңғы сөзді басамыз, сол кезде де ой, мен машина сөйтіп кетті. Сосын барып, мені осы кофтаға бастық қой. Қайтадан ең соңғы сөзді басамыз, сол кезде өте әдемі кофталар шығады. Мені қараңыздар, әдемі, иә? И дәл солай бүкіл шеттерден де болады. Осы, сіз шығалмайтын болсаңыз, бакс дегенді басасыздар, сонда үстіп шығасыздар. Бұлай шыға алмасаңыздар, бияқтағы X-ті басасыздар. Міне шықтыңыз. Кошка менде су ішкісі келеді, және ұйқысы келіп жатыр. Қолымызға ұстап алайық, кеттік. Міне көру үшін осын басасыздар. Если сіз осындай болып кішкентай болғыңыз келсе, қазір мен сіздерге көрсетемін. Қайтадан сол қара сыздықты басамыз. И сосын baby деген сөзді басамыз, оранжевый алған. Бассақ, біз осылай істеді. Және біз осындай кішкентай болып қаламыз. И сіздің петіңіз пропада десе, сіз қорықпаңыз, өйткені осы сияқты басып, осын басып, и осы сөзді басқанда сізде қайтадан шығады. Оны үстіп шыға береді, сіз кішкентай үлкен болу үшін. Міне, и осындай шеттерге өзіңізде жата аласыз. Ал үлкен болған кезіңізде жата алмайсыз. Міне, ұйықтатайын. И мен үлкен болғанды жақсы көремін. И қайтадан кетіп қойдым. Осылай. Енді бұл су ішкісі келеді екен. Міне. И ұйқысы әлгі кетті. Давай. Үстіп ұйықтатамыз. Сосын барып, ұйықтап болды, 7 бакс берді бізге. Және бізде сонымен 1310 теңге болды. Ал кеттік. Ендеше кеттік. Жүреміз. Еще маму пишу я. Прикольно. И бяқа жазу үшін осы комментқа. Осы екінші 40 деп тұрған басасыздар ғой, көз. Соны басасыздар.
басқаннан мына осы бияқта бір сөз шығады ғой WhatsApp-тағыдай. Осыны басасыздар. Басқаннан сіздерде осылай не шығады, алфавит. Шыққан соң осылай отправить деген басасыз. Ол бүйтіп мынандай X болып қалады. Кей кезде кей. Міне. Енді күтейік. Не сұрайды екен? Міне өте әдемі питомец, иә? Қараңдар. Самолет ұшып кетті. Жоқ, самолет емес, кораблик. Уже утро болайын деп жатыр. Кеттік. Жуынам дейді, кеттік, жуындырайық. Менде еще мынандай транспорт бар. И осы транспортпен бүйтіп жүруге болады. Оны сатып алу үшін сізге өте көп ақша керек. 5000 либо одан да көп, или одан да аз. Мен любой бір үйге кіремін да шыға саламын. Кіріп жуына саламын. Білмеймін неге екен. Міне осындаймын мен. Осындай үйге кіріп қалдық. Но қазір мен шығар жүруі де мүмкін. Осы жаққа не істесем жуынтамыз. Міне жуындырып жатырық. Так, осылай жуынады. Осындай бір сетке бармақшы. Тоже жуынатын сетке. Ой, ана злится. Қыз, короче, злится етіп жатыр. Ой, жегісі кеп жатыр, тамаққа кеттік ал. Жегізек и тағы бассейнге барайық. Так, бірінші бассейнге барайық, сосын тамақтанайық. Осылай барасыздар, бұрыласыздар. И осы жақта площадка бар, который питомецті ойнататын бағана көрсеткен. И осының жанында мынандай бір магазин бар. Ішінен коляска, көп нәрсе сатып алуға болады, ойыншық сондай. И тағы бір шет бар магазин. То есть дүкен. Сол шетте де бір нелер сатады, ойыншықтар. Мені қараңыздар, біз бассейнге келдік осындай. Білмеймін атын, бірақ та мен бұны бассейн деймін. И осындай сурет болса, сіз осы жаққа келесіздер. Мені осы жақта шомылуға, жүзуге болады. Даже мысық не істей алады, жүзе алады. Мені бияқта болса надувники бар. Надувники. Қазір мынау жуынып алсын, сосын барып көрсетем сізге. Так. Там вообще қырылдап кетті ғой. Вот, жүреміз, жүземіз, давай, жүз. Опа, ананасына кіруге болады ма екен? Прикольно. О, кіріп кеттік. Круто. Ой, 12 бакс берді біз шомылған үшін. Ой, неге жүзе алмай қалдық? Яқтан жүзуге болмайды екен. Кеттік ал, сізге көрсетем деген шетті қазір көрсетемін. Міне бияқта, бұл бияқта. Қазір барайық. Міне есігі. И ішіне кірсек, қазір надувниктар шығады. Міне осындай надувник 600, надувник ба. Үстіне тұрып, моряда кәшінетін сондай ол 600 теңге тұрады. Ал бұл 200 теңге тұрады. Бияқта ценасы тұрады. Ал бұндай 150 теңге тұрады. Мынандай пицца 300 теңге тұрады. Мынандай надувник 75 теңге. Ал осындай трубалар, анандай бүйтіп жүзуге көмектесетін трубалар ол 100 теңге тұрады. И және де мынандай қолға тағып қоятын 50 теңге тұрады. Ол 50 теңгеге бір рет сатып алсаң 2 қолына береді. Ал біз ендеше кеттік тамақтандыруға. Маған 20 теңге берді, 20 бакс яғни. Мені жүреміз. Осылай жүргенде бағанағы мектебіміз шығады. Осының ішіне кіреміз бағанағы мектеп бұл. Ішіне кіргеннен,
қалса өйстіп кіресіздер да. Осы қызыл сөзді басасыздар, қайтадан намасыз, жасыл сөзді басасыздар. Сізде сонда шығады қайтадан питомецтер. Менде лохия. Короче, вот так. Вот. Қолымызға көтеріп алайық. Привет. Мынаны үстінен басуға болады, сіздерге бір бәлелер жазады. Все, кеттік нысан. Что за бред? Түсінбедім. Ей. Не болып қалды? Мені бағана ақ киімнен көрсеткен анимация. Артынан шарик шығады. Все, кеттік ей мысығым. Жындысың сен. Короче, қайтадан бүйтіп шығарып ала саламыз. Ал кеттік. Енді күтеміз бір бәле сұрағанша. Ищу маму и папу. Ал сіз уже 450 ма, 350 ма, 600 ба жинасаңыздар, пэт сатып алғыңыз келсе, осы үйді көресіздер ғой, соның ішіне кіріп, соның ішінде сондай яичкалар бар. Сосын бар болыс бір осындай сұрақтар қояды. Мені мектепке апар, мені тамақтандыр деп сұрайды. Содан соң сіздер осының бәрін істеңіз, соң жұмыртқаңыз ашылады. Міне, мынау 750, ең қымбат емес. Мынау 350 теңге. Мынау 600 теңге. Мынау 750 және бияқта легендарный не істейді. Бұл 1450 теңге. Бізге орманға барсын дейді. Орманға бару үшін біз осы жаққа жүреміз. Орманға барып ұйықтатамыз. Және орманға барамыз. Ана жақта орман. Қазір. Слай. Жүреміз. Осынша. Нақшаны баспаңыздар, өйткені соны бассаңыздар бағанағы сөз шығады. Оның ішіндегі палаткалардың ішінде ұйықтайтын нәрсе бар. Соның үстіне басып, sleep дегенді басқанда сондай шығады. Қазір маған бакс береді. Пока что бияға отыруға болады. Отырмыз шылынып. Ұйқысы болды. Мені қазір күтеміз. Орманға барып болғанша. Мені бітті, маған қазір қанша бакс береді екен? Целый 18 бакс береді екен. Достар, сонымен сау болыңыздар, жақсы настроение болсын сіздерде. Жақсылық тілеймін сіздерге. Сау болыңыздар.